Қайырлы күн достар, бүгін кезекті видео. Бүгінгі видеомыз салық режимін өзіңіз жалпы салық режимін қалай ауыстыруға болады деген тақырыпқа арналады. Жалпы екі жолы бар салық режимін ауыстырудың. Біріншісі ол өзіңіз тіркелген салық органына барып өтінім бересіз, яғни қағаз жүзінде өздерінің жаңағы шаблоны бар, сол үлгіде, сол нұсқада. Екіншісі үйден шықпай, өзіңіздің компьютеріңізбен ЭЦП кілтіңіз болса, үйден отырып режиміңізді ауыстырасыз. Бұл видео сол алдыңғы түскен видеоның, салықтық режим жайындағы видеоның жалғасы. Қалай өзіңіз үйден шықпай жаңағы салықтық режиміңізді ауыстырасыз, сол жайында нұсқаулық көрсететін боламыз. Олай болса кет. Міне, өздеріңіздің ЭЦП кілттеріңіз бар болса, салық кабинеті кабинет.салық.kz сілтемесі арқылы салық төлеушінің кабинеті деген осындай порталға кіресіз. Осы жерде мына войти по ЭЦП деген батырманы басу арқылы сіз өзіңіздің жаңағы кабинетіңізге кіруге бет аласыз. Путь к хранилищу, яғни сіздің кілтіңіз тұрған жер. Екі кілт бар, соның кіретін кезде біріншісін таңдайсыз. Астына пароліңізді тересіз. Ол парольді сіз ЭЦП-ні алған кезде соннан сізге беру керек болған. Осы арқылы сіз өзіңіздің салық төлеуші кабинетіңізге кіресіз, яғни өзіңіздің кабинетіңіз салық төлеуші ретіндегі. Енді қараңыздар, міне мынау сіздің жалпы кабинетіміз. Налоговое заявление мәзіріне басасыз. Сол кезде мындай сізге қызметтердің тізімі шығады. Осы тізімнің төменгі жағында специальный налоговый режим деген қызмет түрі бар, осыған басасыз, мынаған кіресіз. Сол кезде сізге уведомление о применяемом режиме налогообложения деген өтінімнің нұсқасы, шаблоны ашылады. Яғни жоғарғы жағында сіздің жаңағы жеке кәсіпкердің аты жөні жазылады. Одан кейін иеміңіз көрсетіледі. Егер де сіздің жағдайларыңызда көрсетілмеген болса, онда өзіңіз қолмен жазасыз. Фамилия, атыңызды, әкеңіздің атын, иеміңізді қолмен жазасыз. Ары қарай келесі мына жерде өзіңіз адресіңізді таңдап теріп шығарасыз. Мына жерде қандай адрес бойынша, жаңағы қай район не. Одан кейін ары қарай төменгі жағында мына раздел 1 деген бұл жаңадан тіркелген кәсіп. Егер де сіз кәсібіңізді енді тіркеп жатқан болатын болсаңыз, 5 күннің ішінде осы өтінімді бересіз. Яғни осы жерде сіз бірден көрсетесіз қай режимді таңдайтыныңыз. Енді біздің жағдайымызда көп кәсіпкерлер енді ауысып жатқандықтан жаңағы осы режимға, сондықтан біз мына бірден екінші разделға ауысамыз. Яғни мына екінші разделда бұл жерде сол жаңағы қай режимді таңдайсыз. Мысалы біз айталық специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Осының тұсына нүктені қоясыз, яғни мен осы режимға өткім келеді деген мағынаны білдіреді. Астында причина, жаңағы по причине, қандай себеппен көшіп жатсыз деген үш нұсқасы бар. Енді соның ішінде сіздер енді өз тілектеріңізбен, өздеріңіздің қалауларыңызбен көшіп жатқандықтан бірінші себеп сіздерге келетін шығар. Добровольное принятие решения. Осыны таңдап кіресіз. Егер де басқа жағдайда болатын болса, мысалы жаңағы өзіңіздің таңдап жатқан, өзіңіздің жұмыс істеп жүрген салықтық режиміңізға оның шектеулері бойынша сыймай қалған жағдай болатын болса, мысалы патентпен жұмыс істеп жүріп, сіз оған сыймай қалсаңыз, онда несоответствие условиям применяемого специального налогового режима деп осыны таңдайсыз. И қай кезден бастап сіз сол режимға сәйкес болмай қалдыңыз, осы жерге сол датаны қоясыз. Болды, сонымен сіз мына негізгі өтінімді жаңағы жоғары жағын толтырып болдыңыз. Ар жағында үшінші разделда аты жөніңізді және код органы, яғни сіз өзіңіз тіркелген салық органының кодын тересіз. Әр жаңағы салық органының өзінің коды бар. Мына үш нүктені бассаңыз, Қазақстан Республикасы бойынша барлық салықтық органдардың тізімі шығады кодтарымен. Мына жерде мысалы өзіңіз тауып алсаңыз болады. Қайсысы сіздікі? Осыны үлкен тізім бірінші, екінші, 5 кете береді. Соның ішінен өзіңіз табасыз да, соған үстіне қоясыз. Содан кейін барып выбрать деген нүктені басқан кезде сіз сол, яғни мына өзіңіздің өтініміңізді сол салық органына берген болып есептелесіз. Осыны толтырып біткеннен кейін сохранить в кабинете деген батырманы басасыз, яғни сіз мына өтінімді сақтап аласыз бірінші. Одан кейін барып екінші отправить в ОГД батырмасын басасыз.
негізі мынаны баспастан бұрын проверить заполнение деп мынаны бірінші бір басыңыз. Егер де сізде бір қате болса, мысалы менде мысалы айтып тұр нені адресті тер деп тұр. Яғни бағана басында айтып өттім ғой, адресті тересің жерге. Область, район, қала, соның жерде өзі тұр. Мына жерде область деген жерге областы таңдайсыз. Алматы облысы болса Алматинская деп. Оның ішінде қай қала болса қаланы таңдайсыз. Мына жерде мысалы айталық Аққұдық деп тере салайық мысалы, одан кейін ол енді өзі бұл Аққұдық деген ауыл шығар бір. Одан ары қарай уже көшенің аты жазылатын жерге, номер дома, мысалы Аққұдық деген, яғни бұл ары қарай не жоқ, көшесі жоқ, не болды, яғни үйдің өзі мына жерге көрсетіп отырады, үйдің номерін жазасыз, квартира болса квартираны қоясыз, окей дейсіз, сол кезде мына жақ толтырылады. Ары қарай мен бұны ары қарай нетпей ақ қояйын, өйткені мен бұл өтінімді бермеймін, сіздер үшін түсіріп отқаным ғой. По причине деген жерде мына жерде мен бағана айтқаным мына жерде қайсысын, яғни добровольно принять решение болса, соның тұсына нүктені қоясыз. Ары қарай код органа деген жерге мына жерге өзіңіздің неңізді қоясыз, қайтадан сақтайсыз. Проверить заполнение, жаңағы қайтадан сол нені сұрап тұр. Енді сіздер әркім өзінің жағдайында өз адресін тереді. Сол кезде ешқандай қате болмайды. Ең соңында мына жерде қате шығып болмаған кезде нет ошибок деген мына жерге хабарлама шығады. Сол кезде сохранить в кабинете, содан кейін барып отправить в ОГД дейсіз. И сізде екі кілт қой, екінші жолы отправить ететін кезде уже екіншісін таңдайсыз, астыңғысын. Соны таңдайсыз да, одан кейін пароліңізді тересіз, сол бағанағы басындағы терген, и сол арқылы жібересіз. Сонымен сіздің өтініміңіз тапсырылған болып есептелінеді. Достар, егер де сіздерге осы видео ұнаса және пайдалы деп тапсаңыз, онда өзіңіздің кәсіпкер достарыңызға тарата жүріңіз. Басқа да видеоларды жіберіп алғыңыз келмесе, онда менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда сіз әрқашан жаңалықтарды жіберіп алмайсыз, әрқашан құлағдар болып жүресіз. Назарларыңызға рахмет.